Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен түрлі түсті орамжапырақтан әзірленетін өте оңай әрі дәмді салат әзірлейтін боламыз. Ең алдымен орамжапырақтың сыртқы бөлігіндегі қабықтарынан ажыратып, бөліктерге бөліп аламыз. Бұл орамжапырақ қолмен де оңай ажыратылады. Достар, менің каналыма тіркеліп, белсенділік танытып қоюды ұмытпаңыздар. Енді туралған орамжапырақтарымызды осылай қайнап тұрған суға салып, 4-5 минут аралығында қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұзын сепеміз. Енді осылай қайнағаннан кейін сүзіп аламыз. Келесі орамжапыраққа кляр дайындаймыз. Жұмыртқаға ұн, тұз және паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Клярды орамжапырақтың бетіне құйып, барлығын бірге араластырамыз. Және оның әрқайсысын осылай қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Осылай бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып отырамыз. Біздің осымен түрлі түсті орамжапырақтан әзірленетін салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген сенімдемін.